Қызметі дебат клубының қатысушылары және оқушылар әділ-қазылар арқасы бүгін біз Қазақстанның 30 жыл тәуелсіздігінің 30 жылдығының аясында дебат клубының мен бірге Қазақстан 30 жыл тәуелсіздік аясында өз мүмкіндігін барынша пайдаланып дамый алдыма тақырыбында дебат ойынын өткізгіміз келіп отыр. Parlamentin meclisindeki bizim toplumlarda olması gayet bizim gençlerimiz Kazakistan ол да жалған мағлұмат болып келеді. Неге дейтін болсақ, қазіргі таңда көп біздің қалаларымызда зорлық, яғни және де айтып өтетін болсақ, ең алдыңғы мәселелердің бірі зорлық-зомбылық. Былайға мысалы алатын болсақ, 2009 пен 2010 жылдар аралығында 9 тамызда қабылданды. Ол дегеніміз қатты айтқаным болмас, бірақ қазіргі таңда ол заң қарапайым қара халықтың құқығын қорғаушы. Қайырлы күн, құрметті әріптестер, ойыншылар. Бүгін енді біздің алғашқы қадамымыз, клубымыз ашылып жатыр. Барлықтарыңызды құттықтаймын. Ашылуымен көш жүре түзеледі дейді ғой. Ұстаздар, оқушылар, бүгінгі дебаттың клубының ашылуы жаман емес, бастамасы өте жақсы, менің көңілімнен шығып отыр. Және мынау екі топтағы оппозиция және парламент топтарында өздеріңізде көріп отырсыздар ғой, қайсы топ алда болып жатқан себебі нақты дәлелдермен келтіре алды оппозиция тобы.